Әріптестер, мен бүгін сіздерге осындай әдемі фонда видеомонтаж жасау курсын үйрететін боламын. Яғни осыны қалай жасаймыз? Ол үшін бізге Play Market'тен CapCut приложениесін жүктеп алуымыз керек. Осы жерде барлық негізгі жұмысты осыда жасаймыз. Жұмысты жасау үшін алдымен новый проект батырмасын басып, өзіңізге қажет фонды таңдап аласыз. Мысалға, мен мына фонды таңдаймын. Давайте етеміз. Енді сіздің видеоңыз 3 минуттық болса, онда осы видеоның үстінен басып, копировать батырмасын басасыз. Осының үстінен басып, астыңғы жақта копировать батырмасын басып, видеоңыздың минутына қарай көбейте аласыз. Енді осыған видео қосу үшін астынан наложение батырмасын басып, добавить наложениені басасыз. Осы жерде сіз өзіңіз қоятын видеоны таңдайсыз. Мен мынаны таңдадым, добавить етемін. Енді мен осы жерде удалить фон батырмасын басамын. Фонымыз өшті. Енді бұның размерін үлкейтіп немесе кішірейте аламын. Қай жерге орналастырғым келеді, сол жерге барамын. Және мына жерде батырманы бассаңыз, астынан жанындағы сызықтар кетіп қалды. Бандал орта мектебінің 6-шы сынып оқушысы Жұмай Даяна. Осылай видеоны монтаждауға болады.